Бізде қазір лестницаның контроллері, мынау Wi-Fi қосылатын контроллер, OTEC канал. Бұл 5 вольт пен 24 вольттың арасында жұмыс жасайды. То есть, егер сіз входқа 24 вольт берсеңдер, выходқа тоже 24 вольт лентаны салу керек болады. То есть, андай жоқ, мысалы 24 вольт бердім, входқа и выходқа 12 вольттық лента салдым деген сияқты. Ол олай жұмыс жасамайды. Егер входқа 12 вольттық блок питания берсең, мына жерге, онда мына жақта 12 вольт болу керек. И плюс мына жерде получается sensing порт деп тұрған, это сенсорлар left, right деген біреу үстіне, біреу астына. Осы жерден қарау болу керек болады. Қайсы асты, қайсы үсті екенін осы жерге мұқият болу керек. Салмай тұрып, мына жағынан разница жоқ. Просто логически қарасақ, мынау жоғары жағы, мынау төмен жағы болу керек. В дальнейшем мынау каждый порт получается Wi-Fi қосу үшін туяның приложениесін ашасыз. Мынау матч set деп тұрған L мен R-ді екеуін бірге басып тұрасыз, бір 5 секундтай, и сол кезде ол уже автоматически қосылады. Енді дальше мына жерде мынау 3 лента, мынау қазір лента 5 вольттық. 5 вольттықты қосып көрдім, болмайды екен. Лентаны күйдіріп жібереді. Сол үшін бізге егер входта 24 болса, выходқа 24 вольттық лента керек болады. Входқа 12 вольт болса, 12 вольттық осында адресная лента керек болады. Бұл жерде подключениесін көрсеткім келіп тұр. Мынау красный провод плюсқа кетеді, белый провод минусқа кетеді, и D это бізде сигнальный провод болады. 5 неге арналған, получается, мына лентаны қосудың варианты бар тағы да. Ол үшін қалай жасаймыз? Мысалы, сізде 5 вольтқа арналған лента бар дейік. Ол кезде мына зеленый проводты аласыз только. Зеленый проводты аласыз, плюсқа тиге мына D-ға қосасыз. И мына минусты аласыз, белый проводты минусқа қосасыз. Ал питанияны бөлек 12 вольтты, 5 вольтқа мына блок питания мен красный, белыйға плюс-минусын саласыз. Но бұл жерде тағы бір айтатын нәрсе маңызды. Общий ноль болу керек. Общий ноль деген, то есть мынаның нолі, мына контроллердің нолі, мысалы, мына жақта 0 дегені минус қой. Минусы, мына лентаның минусы и 5 вольтқа арналған блок питанияның минусы бәрі бірге болу керек. В общем, бәрі общий минуста отыру керек. Сол жерін бақылау керек, олай болса жасамайды. Егер ондай паритетін белмейді десе, ол кезде входной блок питанияның мощностімен осындай лентаны алып қоса қоясыз 12 вольтқа. Бұл жерге не қосылады? Бұл жерге адресная лента қосылады, получается. И былай жүгірген кезде адресная лента басынан аяқ, немесе аяғынан басына шейін эффекттермен красиво әдемі болып жанады. Бұл мысалы перила, поручень, немесе лентаның лестницаның жанына бір полоса тастап кетуге болады. Сол полосамен жүгіріп жүреді. Өте әдемі болып көрініп тұрады.